Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қолжетімді заттардан жасалатын ең дәмді үй жағдайында өте оңай торт немесе пирог деп те атауға болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ыстық қайнауға жақын қалған сүт қажет болады. Осы сүттің үстіне какао және қантымызды қосатын боламыз. Осы сүтте біздің қант пен какао толыққанды еруі керек. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Шамамен бір 10-15 минуттай араластырыңыздар. Толық барлығы еріп болғанша араластырасыздар. Бір шетке алып қоясыздар. Қазір біз рецептің ортасында пайдаланамыз. Таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып миксердің көмегімен аппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз бен қантымыз 2-3 есеге ұлғайып, көпіршіп және қантымыз толыққанды еритін болады. Шамамен бір 5-10 минуттай жақсылап тұрып араластырасыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай аппақ болып ағару керек және массасы көбірек болу керек. Енді біздің жаңағы дайындап қойған массамызды құямыз. Какао мен қант және сүт араласқан. Тағы да миксердің көмегімен біраз қалыпқа енгенше миксерлейтін боламыз. Барлығын толыққанды жақсылап тұрып араластырып алғаннан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Тамаққа пайдаланатын сұйық майымызды қосатын боламыз. Достар, барлығының грамын видеоның соңында описанияға жазып қалдырамын. Мінекей, ендігі кезекте біз ұн мен қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлительді 3-4 бөлікке бөле отыра миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде ұнды илегіштен өткізіп алыңыздар. Жақсылап тұрып миксермен миксерлейтін боламыз. Ұнды бірден қоспаймыз, бірден қоссаңыздар, біздің қамырымыз дұрыс көтерілмей қалады. Сол себепті 3-4 бөлікке қоса отыра миксерлеңіздер. Біздің қамырымыздың массасы дәл видеодағыдай қаймақ сияқты қоймалжың масса шығады. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Артық затты қажет етпейтін өте қолжетімді қамыр. Ендігі кезекте, егер сіздерде үйлеріңізде болса, дәл қазір енді сезоны болып жатыр, мен қарақат және де клубника, малина қоссаңыздар да болады. Және осындай арахистің майда түрінде қосып жіберуге болады. Жаңғақ болса да қосуға болады. Өте дәмі ерекше болып шығады. Бірақ еш нәрсе болмаса қоспауға да болады, қыздар. Бұл міндетті емес. Осы кезде пешті міндетті түрде 10 минутқа қатты қыздырып қойыңыздар. Пергамент қағазы төселген табамызға немесе өзіңізге ұнайтын кез келген формаға құйып 35-30 минутта толыққанды пісіріп шығасыздар. Міндетті түрде пешті қыздырып барып салыңыздар. Сонда біздің тестамыз өте әдемі болып көтеріліп, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Мінекей, қазір ғана пештен шықты, жұп-жұмсақ болып тұр. Қазір ыстықтау болып тұр. Міндетті түрде суытамыз. Суығаннан кейін барып біз оны кесіп дайындайтын боламыз. Ыстық болып тұрған табамыздан осылай босатып аламыз. Суығаннан кейін пышақтың көмегімен 2 бөлікке бөліп алыңыздар. Немесе осы күйінде бөліп дастарханға қоюға да болады, қыздар. Әсемдік ретінде осы видеодағыдай 2 бөлікке бөліп, шетіндегі керек емес жерлерін пышақпен алып, бетін әсемдеуге алып қалатын боламыз. Ортасына крем ретінде мен жай ғана сгущенка түрін пайдаландым. Немесе осы сгущенкамен бөлме температурасында тұрған сары майды миксерлеп жүрсеңіздер, өте керемет крем шығады. Ең болмағанда мен сияқты сгущенка пайдалансаңыздар да болады. Екінші бетін қойып, тағы да бетіне чұқалау қылып, сгущенкамызды жағып, жақсылап тұрып бетіне орналастырып шығатын боламыз. Әсемдік ретінде бетіне алып қалған корждарымызды майдалап қоямыз және мен сияқты арахис түрін пайдалансаңыздар болады. Майда түрін пайдалансаңыздар болады. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, төмендегі қызыл батырма подписацияны басып, қазақша каналдың үлкен дамуына үлес қосып жіберіңіздер. Міндетті түрде мен сіздерге алдағы уақытта тегін түрлі мастер-класстармен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, келесі кезекте мен үй жағдайында өте майдаланған арахис түрін пайдаландым. Осымен біздің өте дәмді пирогымызда дайын болды. Түрлі әдіспен өз қалауыңыз бойынша кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Сіздермен болған Назерке. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.